Бақытты болу жолындағы 29-шы ереже. Білім көздің нұры, жанның өмірі, көңілдің жанармайы. Аллах саған білгендеріңді үйретті. Сондай-ақ Аллахтың саған деген ілтипаты өте ірі. Ниса сүресі 113 аят. Надандық көңілдің өлімі, тіршілікті жою. Аллах тағала қайтарған адамзаттың дұшпаны, сені надандардан болмауыңды насихаттаймын. Худ сүресі 46 аят. Ал білім көздің нұры, жанның өмірі, көңілдің жанармайы. Шынында білімдінің көкірек көзі ояу болады. Өйткені білім арқылы білмеген нәрсені біледі. Жоғалған нәрсені табады, жабық нәрселер ашылады. Білім сөздерді, істерді, оқиғаларды өлшеуге болатын таразы. Білім арқылы адам Аллахты таниды, құлшылығын бір Құдайға арнайды, оны мадақтайды. Көкірек көзі ашық адам жаңа нәрселерді білуге, дамыған нәрселерден хабардар болуға ұмтылады. Ал надан үнемі шаршау басқан, зеріккен күйде болады. Оған ешқандай жаңалық, өзгерістің қызығы жоқ. Ол үшін бүгінгі кешегідей, ертеңі бүгінгідей өзгеріс жоқ. Білім адамға су мен тамақтан да артық керек. Имам Ахмад бір сөзінде, адам тамақты күніне 1-2 мезгіл ғана қажет етеді, ал білім әрбір алған тынысыңда қажет деген екен. Жер жаңбырға қандай мұқтаж болса, адам да дәл солай білімге мұқтаж. Білім адамның құлағы естіген, аузы айтқан ең жақсы сөз. Білім ең жақсы мақсат. Ал сол мақсатқа ұмтылушы жер бетін басқан адамдардың ардақтысы. Тіпті ғұламалар пайғамбарлықтан кейін ең құрметті амал білім талап ету деген екен. Сен егер бақытты болуды қаласаң, пайдалы нәрселерді үйрен. Білім ал, ізден. Сонда сенің уайым қайғың кетеді. Аллах тағала адам баласына «Раббым білімімді арттыр» деген дұғаны үйретті. Таха сүресі 14 аят. Білім сондай ұлық нәрсе, біліммен көңіл қуанышты болады. Раббы тарапынан ашық дәлелде болған біреу өзіне жаман ісі әдемі көрсетіліп, әуестеріне ерген біреумен тең бе? Мұхаммед сүресі 14 аят.